Ақтөбе облыс аумағынан Ахат Зопром өндірістік бірлестік инспекторлары кезекті рейд кезінде заңбұзушылықтарды ұстады. Киіктің мүйізін көздегендер қашып құтылмақта болған. Сондарына түскен сақшыларға қарсы оқ атты. 5 қаруын сайлағандар көршілес Қызылорда облысының тұрғындар екен. Оларға жергілікті 2 тұрғын жол көрсетіп отырған. Браконьерлер атқан оқ мына инспекторлар мінген көліктің тап маңдай алды әйнегіне тиген. Абырой болғанда оқ мүлт кеткен, жүргізуші аман. Инспекторлардың айтуынша браконьерлер біразға дейін қарсылық көрсеткен 40 шақырым жер қуып отырып әзер тоқтатыпты. Онда да өзеннен өте алмай амалсыз беріліпті. Қылмысқа айғақ болар заттар тиелген көліктерінің біріне от қойып үлгерген. Жан-жануарлар әлемін 30 жылдан бері қорғап жүрген инспектор Жұбанышбай Ізделеуов дәл мұндай қарсылықты алғаш көруім дейді. Тіпті сол маңдағы елді мекеннің ортасынан өткенде де атуды тоқтатпаған. Елді мекеннің халықтары көрді бұны. Шығып келе жатып елді мекеннен тағатты. 2 машинаның да лобовойларының бәрін тесті. Бәріміз жабылып жүгірдік қой енді, бәрімізді қырып тастамас деп. Ұсталғандардың барлығы да бұрыннан киік аулауды кәсіп еткендер. Көліктері жолсызбен жүйткуге лайықталып жабдықталған. Инспекторлар өткен жылдан бері оларды торуылдап жүрген. 25 пен 66 жас аралығындағы 6 адамнан құралған топ ақыры қолға түсті. Каждый 15 күн сайын шығамыз, әр облысқа барамыз. Мынау Ақтөбе облысына бүгінгі именно задержание бойынша бізге информация былтырғы жылдан бері местный населениеден түсіп жүрген. Отстрел болады, келеді, атады депші, бірақ осында 2 қара джип деп малшыларды айтып жүрген кездер болады. Браконьерлер аңға шыққан алғашқы сағаттың ішінде 6 киікті жайратып салған, 12 мүйізді дорбаға салып қойыпты. Неге аттыңыз? Артынан баламды оқытайды, артын покрышкам жарып жіберді. Қорықтан ба деп ойым болды, соны байқамай қателік секіріп кеттік, жарға секіріп. Заңсыз аң аулағандар Әйтеке би аудандық ішкі істер бөліміне жеткізілді. Олардан 3 аңшы мылтығы, 100-ден астам оқ тәркіленді. Осы қылмыстық іс бойынша белгіленген тергеу әрекеттері жүргізіледі және алынған айғақ заттарға сәйкес қажетті сараптамалар өткізіледі. Яғни бұл қылмысқа қатысты кісілер 5 жылға дейін бас бостандығынан айыру және жеке мүлкінің және қылмысқа қарау болып табылатын заттарды тәркілеумен байланысты. Жыл басынан бері Охотзоопром инспекторлары өткізген жедел алдын алу шаралары нәтижесінде 10 қылмыстық іс қозғалған. Ақсәуле Байменшина, Айбек Дәуітов, Ақтөбе 24 КЗ.